Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Мен Сәтбаева Әйгерім. Осы каналда сіздермен тек пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі видеода Өзбекстандағы еңбек өтілін қалай растаймыз, сол туралы айтатын боламын. Егер де сіздер Өзбекстанда жұмыс жасаған болсаңыздар, институт, университет, СПТУ оқыған болсаңыздар, және де ер кісілер сол жақта армияда служить еткен болса, әйел кісілердің 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі балдары болса, соның барлығы сіздерге 98 жылдың 1 қаңтарына дейін ынтымақты зейнетақы үшін стаж береді. Яғни бұл стажды растау қажет болады. Оны растау үшін сіздер сол Өзбекстанға барып, егер де жұмыс жасаған болсаңыздар, сол жұмыс жасады деген архивтен анықтама алу қажет болады. Оқыған болсаңыздар, тура солай архивтен анықтама алып келу арқылы сіздер өздеріңіздің еңбек өтілдеріңізге қоса аласыздар. Және сол архивтік анықтама мемлекеттік тілде болу қажет, және ол архивтік анықтамада сіздің аты жөніңіз ешбір қатесі жазылу керек. Сонымен қатар печаті болу керек. Осы талаптар орындалған жағдайда сіздер Қазақстанда зейнетке шығатын кезде Өзбекстанда жұмыс жасаған, оқыған жылдарыңызды еңбек өтіліне есепке алуға мүмкіндік береді. Және архивтен анықтаманы ертерек алған дұрыс болады, себебі архивтен анықтама алу өте ұзақ процесс, және де оның мерзімі болмайды. Сол себепті ертерек дайындап қойғаныңыздарыңыз өздеріңізге жақсы болады. Яғни осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарий жазсаңыздар болады.